Elhamdülillahi ve kafa thummas salatu vesselamu ala rasulihil Mustafa ve ba'd. Өздеріңізге мәлім, біздер ислам дінінің ақиқат дін екендігін, Алла тағаланың бар екендігін, мынау әр түрлі сенімімізге селгеу түсіргісі келіп жатқан топтарға ұтымды, дәлелді, дәйекті, тойтарыс беруді әрбір мұсылманға үйрету үшін дәлелді иман атты сабақтар сериясын бастаған едік. Бүгін міне екінші сабақты бастағалы отырмыз. Енді осы дәлелді, дәйекті иман сабақтар сериясын бастауымыз Алла тағаланың бар екенін танудан, Алла тағаланың бар екенін, бір екенін танып білуден бастағымыз келіп отыр. Неге? Өйткені біз егер Алла тағаланы бар дейтін болсақ, Алла тағаланы бір дейтін болсақ, Алла тағаланың жіберген кітаптарын, түсірген кітаптарын, жіберген пайғамбарларын, періштелерін, біздерге міндеттеген үкімдерін, тыйған тыйымдарын қабылдауымыз соғұрлым жеңіл болады. Өйткені біздің дініміздегі барлық нәрсе Алла тағаланы бар екендігін, бір екендігінің үстіне құралады. Міне осы орайда бір мұсылман адам өзінің дініне иланатын, дініне берік болған бір мұсылман адам былай деп айтуы мүмкін да: жақсы, мен Алланың бар екеніне сенемін, онда бұл сөз, бұл сабақтар сериясы маған арналмаған екен деуі мүмкін. Бауырым, сіз ерте шешім қабылдауға асықпаңыз. Өйткені Алланың бар екеніне иманы терең, берік сенетін адамдардың өзі бұл бөлімдерге, бұл сабақтарға мұқтаж дер едім. Бұны мен 6 түрлі дәлел дәйекпен сізге ұсынғым келеді. Неге? Мәселен, бірінші бөлімде Құдай қаласа мен тамырды тереңдету деген тақырыпты айтамын. Екінші бөлімде Алла туралы жақсы ойда болу. Үшінші бөлімде ынта жігерді қалыптастыру. Төртінші бөлімде орнығу және орнықтыру. Бесінші бөлімде нығметтің қадірін сезіну. Алтыншы бөлімде қадір қайратты тірілту. Міне осындай 6 бөлімнен тұратын Алла тағаланы танып білетін адам үшін де осы сабақтарымыздың пайдалы екендігін сізге бүгін түсіндіріп бергім келеді. Бірінші мәселенің пайдасы тамырды тереңдету. Біз иманымызды дәлелмен, дәйектенмен қуаттандырудың өте үлкен бір себебі бар. Неге? Өйткені адамның дәлелдері, адамның жаңағы әртүрлі сын қатерлерге, күмәндардың алдында сынып қалмауға болатын өзінің жаңағы иммунитеті әртүрлі болады. Әр адамда әртүрлі болады. Мысалы, бір адамдар бар, сенеді. Бір адамдар бар, дінге күмәнданады. Енді бір адамдар бар, Құдайдың бар екендігін мүлде жоққа шығарады. Ал адам дәлелмен, дәйекпен иманын нық ұстайтын болса, онда ол иманына күмән араласпайды деген сөзді. Оның сенімі нық деген сөз. Бірақ осы берік сенімнің өзі де бірнеше дәрежелерге бөлінетінін біз түсінуіміз керек. Сен Алланың бар екеніне күмән араласпайтын, кесімді түрде сеніммен Құдай тағаланың бар екеніне сенетін болсаң, қажетті болған ең төменгі межеден өткенің, бұл сіздің бір ең жоғарғы дәрежеге жетіп қалдым деген сөз емес. Яғни күмән мен екіұдайлықтың тартып әкететін күшін әлсіреттің да. Бір адам енді сізге күмәндандыра алмайды, бір адам екілендіре алмайды сізді. Алайда адамдар содан кейін де рухани биіктеуді әр түрлі болатындығын түсіну керек болады. Мысалы, бір баққа кірдіңіз, бір бау бақшаға кірдіңіз. Бір жерде бізден бәрі де тірі, барлығы да жеміс беріп тұр. Бірақ бір ағаштар болады. Бәрі бірдей емес та, бір ағаштар болады, тамыры сыртқа шығып кеткен. Сәл жел болса, ол аунап кетеді. Сондықтан оны жұлып алып тастау оңай. Ал басқа біреуін көресің, тамыры терең, оны жұлып алу қиын. Бірақ оны да жұлып алуға болады. Бірақ тағы біреуі бар да, тамыры одан да терең, әрі жан-жаққа шырмалып тереңе сіңіріп кеткен. Оны жұлып алу мүлде мүмкін емес. Оны кесіп тастау керек, немесе сындыру керек. Енді иманды дәлел дәйекпен ұстайтын адамның нәпсі де осындай болады да. Барлық адамның иманы тірі. Барлығы жаратушы бар деп сеніп жатыр. Дініне иланып жатыр. Барлығы
өз орнында сияқты да. Бірақ мына баудағы ағаштар секілді. Кейбір адамдарға арзымаған азын аулақ күмән сөздер айтылатын болса, дін жайлы бір нәрсе тасталынатын болса, яки болмаса бір молдагең былай істепті, бір имам былай депті дейтін болса, бірден сеніміне селкеу түсіп кетіп жатады. Енді бір адамға бір үлкен бір глобалды бір дін жайлы, дін ұстанушылар жайлы бір күмәндар айтылатын болса, ол деп ойланып қалып жатады да. Оның мәселен бұл сұрақтардың жауабын ұстаздарымыз біледі ғой, мен барып ұстаздардан сұрайын деген нәрсе емес, бірден сынып қалып жатады. Енді бір адамдар бар да, оған қанша күмәндар айтылса да, дінге қатысты қанша мәселелер оған көтерілсе де, ол міз бақпайды. Неге? Өйткені ол иманын жаңағы дәлел дәйектермен қоршап тастаған да. Иманының айналасына дәлел дәйектерді Құран тұрғызып тастаған. Сондай-ақ мәселен, бұл ағаштардың жеміс беру жағына да бір қараңызшы. Кейбір ағаштар болады, өнімі мол, жаңағы иіліп тұрады, барлық жерінде жемісі болады. Кейбір адамдар болады, жемісі 3-4 бірен саран ғана, некен саяқ. Кейбір адамдар болады, мүлде жеміс, ағаштар болады, мүлде жеміс жоқ. Тура сол секілді, иманды адамдардың да, иман тек өзінен аспайтын адамдар бар. Өзгеге пайда тигізе алмайды. Бір адам келіп тұрып, бір күмән айтып жатса, оның күмәніне тұшымды бір жауап қайдара алмайды, үндей алмайды. Еге болмаса, кейбір адамдар бар, біреудің жаңа күмән айтылып жатса, күмәнға жауап беріп келеді да, ананың күмәндарын тағы да қаттырақ нәрселер айтпаса, бірден үндеместен ананың бір өзіне бір жеңіс сезімін сыйлаттырып жібереді. Енді бір адамдар бар, күмән айтылған кезде орынды, логикаға сиятын, қисынға келетін сөздермен нақты жауап береді. Ана адамның өзіндегі жүрегіндегі күмәнді сейілтіп жібереді. Сондықтан да біздер иманымызды дәлел дәйекпен ұстанамыз деген кезде бір сенім ағашын бір елестетейік та. Ол сенім ағашы бір сенімімізді бір ағаш секілді көрейік та. Ол суаруға, ол баптауға, күтуге, қуратып алмауға, өлтіріп алмауға, керісінше өсіп өну үшін, жеміс беру үшін, айналасына пайдасы тигізу үшін, тамыры тереңге жаю үшін оған бір арнайы күтім керек екендігін біздер оны түсінуіміз керек. Сондықтан да терең ойлану, жаратылыс жайлы ойлану жайлы Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай айтады. Осының маңызы жайлы. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yani олар тікесінен тік тұрып та, отырып та, бір бүйірлеп жантайып жатып та, үнемі Алланы еске алады. Һәм күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына терең ой жүгіртіп, «Уа, Раббымыз, сен мұны бекерге мақсатсыз жаратпадың, сен мақсатсыз, мәнсіз істеуден аулақсың, бізді тозақ отынан сақтай көр» дейді. Ал терең ойланудың ең ұлы салаларының бірі Алланың бар екенінің айқын белгілерін зерделеу жайлы Алла тағала басқа бір аятта былай деп айтады. وَيَزِيدَ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Ал тура жолға түскендерге келсек, Алла оларды тура жолда одан сайын табанды қылып, оған деген ынта ықыластарын арттыра түседі. Сондай-ақ мәңгі бақи өшпейтін һәм әсте зая болмайтын иманға негізделген игі істер болса, Раббыңның құзырында сауап тұрғысынан да, нәтиже жағынан да әлдеқайда қайырлы дейді. Осы екі аяттардан түсінетініміз, біз әрқашан Раббымыз Алла тағаланың бар екендігін, бір екендігін, болды мен иманым кәміл, бұл жайлы білімдерді арттыру шарт емес, маған керек емес, менің білімім жеткілікті, Аллаға бар екеніне сеніп жатырмын, енді жай ғана құлшылық қылып жүре берсем жеткілікті деместен, әрқашан оны дәлел дәйектермен күшейтіп отыруға, талпындыруға үгіттейді. Өйткені Алла тағала ой жүргізу керек екендігін біздерге айтып жатыр. Мысалы, Ибрахим алейхиссаламның қиссасы да осыған дәлел болады. Mesela İbrahim Aleyhisselam kim edi? İbrahim Aleyhisselam үлкен пайғамбар. Пайғамбар болғанда mesela 124 мыңнан аса пайғамбар болса, соның ішінде 5 ұлы пайғамбар болса, соның бірі Ибрахим Алейхиссалам. Ол кісінің өзінің Алла тағала мынандай қиссасын келтіреді. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى. Бірде Ибрахим, «Уа Раббым,
маған өлілерді қалай тірілтетініңді көрсетші деп өтінген еді. Алла оған сен сенбейсің бе деді. Сонда Ибраһим әлбетте сенемін деді. Қараңызшы, Ибраһим алейхиссалам сенбеймін деп жатқан жоқ, сенемін деп жатыр. Бірақ күмәннан аман иман бар да, ешқандай күмән араласпайтын иман бар. Соны айтқысы келіп не деп жатыр? Уәләкил ятмаинна қалби. Бірақ өз көзіммен көріп, көңілім жай тауып, жүрегім орнына түссін деймін дейді де. Міне осы аяттың тәпсірінде Ибн Ашур деген үлкен атақты ғалым айтады да, білімім орнығып, айқындалып, нығая түссін, ойлау мен назар салу арқылы дәлелдеп зерделеудің машақатынан көзбен көргендей айқын сенімнің арқасында даусыз қажетті айдан анық деңгейдегі қарапайым нақтылыққа өтсін, белгілі болған нәрсе сондай ашық айқын түрде ашылсын, қайтадан дәлел іздеп, қайта негіздеуді қажет етпейтіндей, әрі күмән тудыратын ойларды ақылдан ығыстырсын деді деп жатыр да. Яғни Ибраһим алейхиссалам былай деп жатыр да, негізі. Мен осы негізді өлімнен кейін қайта тірілу ақиқатын мықтап бекіткім келеді. Оны мықтап бекітіп, соған сүйеніп ірге қалайын. Дәлелді иманның салқындығын сезінейін. Және қайтадан бұл тақырыпты ашып, дәлелдеуге мұқтаж болмайын. Сұрақ қуалап, қажымайын деп айтқысы келіп жатқандай да. Сондықтан да біздің осы сабақтар сериямыз иманымызды дәлел дәйектермен нығайту арқылы жүрегіміздегі әр түрлі күмәндардың отын салқындатып және жүрек тыныштығын сезіну үшін міндетті түрде керек болады. Міне ол дәл осы тамырды тереңдету ойына қазақтың ұлы ақыны Абайдың сөзі ерекше дәл келеді екен. Мынау сөзі ерекше дәл келеді. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге көкіректе болсын көз деп Абай атамызда әрқашан талапты болуға, білімнен құр қалмауға үндегенін көреміз. Екінші мәселе, Алла тағала туралы осы білімдерді тереңнен алатын болсақ, Алла тағала туралы жақсы ойда боламыз. Алланың бар екенінің белгілерін қарастыруда біздің тәсіліміз білімсіздікпен соқыр еру болмайды бұл кезде. Біреу болды, мен білмесем де әйтеуір мұсылман болдым. Әрине, мұсылман болсаңыз жақсы, білмесеңіз де иманыңыз кәміл болып жүрген жақсы. Бірақ біз дәлел, дәйекпен сол иманымызды қуаттайтын болсақ, оны жаңағы керекті нәрін беретін болсақ, онда оның бар екеніне дәлелді иманды тереңдетумен қатар Алланы сүйді де тереңдеткен боламыз. Оның басқаруына, Алла тағаланың даналығына, рахымына біз нақты сеніп, ешқандай күмән келтірмейтін боламыз. Мысалы, сен Алланың бар екенінің белгілеріне, кейін оның діннің ақиқатына апаратын айғақтарға қараған сайын, Алланың рахымына деген сенімің күшейеді. Осыншама айғақтарды тұрғызғанын көресің де, өз-өзіңе, вау, осынша айғақ, осынша дәлел, Раббым құлдарыңа қандай рахым дедің, ва Раббым Алла дейсің де. Мысалы, сен Алланың әділетіне де сенімді бола түсесің. Осының бәрін оны жоққа шығарған адам жазаланса, осының бәрін жаңағы дәлелді, дәйекті көріп, біліп тұрғаннан кейін оны жоққа шығарған адам жазаланса, адамдардың Алланың алдында дәлелде сылтауда қалмайтынын шын түсінесің. Алланың бар екеніне шын сенетін мұсылмандардың ішінде де осы тұста шын қиындыққа тап болатындар бар. Олардың көкейінен Алланың бар екеніне немесе исламның дұрыстығына иланбаған, Аллаға күпірлік етуші адам неге жазалануы керек? Ол жақсы жүрген болса, тек қана Аллаға иман келтірмегендігі себепті, Алланың бар екенін танып білмегендігі себепті, не үшін ол жазалану керек деген ой мазалауы мүмкін да. Бұл жағдайда Аллаға иманы бар құлды Алланың рахым мен әділеті жайлы жаман ойға түсіруі бек мүмкін екен. Жүрек ісі деп аталатын Алланы сүю, оның әділетіне сену, даналығы мен рахымын жақсы көру, әрі сол жайлы жақсы ойда болу, бұлар да Алланың бар екенінің белгілерін ой елегінен өткізуді қажет ететін негізгі мәселелердің бірі. Егер сенім барда, бірақ
жүрек ісі шайқалып тұратын болса, жүрекке сенім бар, бірақ жүректің ісі шайқалып тұратын болса, ойың жақсы емес болса, ішіңде бір қысылу бар болса, сеніміңнің нұры көмескіленіп қалғанын көресің. Сондықтан да біз айтып отырған дәлелді иман екі нәрседен тұрады. Біріншісі, Алланың бар екеніне дәлелдерімен иман келтіру, және Алланың бар екенінің белгілері жеткілікті, айқын, міндеттеуші екенін толықтай іштей мойындаудан тұрады. Міне, осы кезде іштегі сенімің мығым болады. Осы тұста шәкәрім атамыздың жүрек тазалығы мен ар өлшемін нықтап айтқан сөзі ойды бекіте түсер екен. Ұждан дегеніміз ынсап, әділет, мейірім дейді. Үшінші пайда, ынта жігер қалыптастырады. Осы дәрістердің сериясы біздің жүрегімізде ынта жігерімізді қалыптастырады. Біз түсіндірген мағынадағы мәселен иманымызды дәлел дәйектермен қуаттап алуымыз кейінгі барлық істерге қозғаушы күш болады. Ол қозғалтқыш. Оның қуатына қарай сен алға басасың да, кедергілерден өтесің, биік белестерді бағындырасың. Дініңнің жолында, дініңді ұстану жолында қандай да бір кедергілер көрсең, олардың барлығын сырт тастап, алға қарай жүруіңе осы саған қолғабыс болады. Егер иманыңды дәлел дәйектермен мықтап бекітіп алатын болсаң, алдыңда тек әрекет қана қалады да, жәннат жолына жігермен жүру ғана қалады. Алланың дініне қызмет етуге ішкі қуат көздеріңнің оянғанын көресің. Оның әміріне беріктікпен тұрасың да, белді бекем беріп тұрасың да, қойшы мен таң намазда тұрмай қойыншы, қойшы ораза ұстап қойыншы, мен бүгін су іше салайыншы деген нәрсе болмайды да. Оның шақыруына ләббәй деп жауап бересің да. Оның дініне өзгелерді шақыруға жігерлі, табанды, тынымсыз еңбек ететін боласың да. Неге? Өйткені иманың нығымда, сенің сенімің бекем деген сөзді. Сондықтан да серпінің артып бұндай кездерде селқостық жоғалады. Алла тағала мәселен тақуаларды сипаттаған кезде намаз оқу, зекет беру, мәселен құлшылық ибадаттарды орындау мәселелеріне тоқталардан бұрын не дейді? Әлләзина юъминуна бил ғайб дейді тақуаларды. Міне солар ғайыпқа, яғни сезім мүшелерімен сезіліп білінбейтін тылсым әлемге кәміл сенеді деп бастайды. Одан кейін жаңағы үкімдерді, одан кейін шариғи мәтіндерді. Неге? Өйткені адамның сенімі, Алла тағалаға деген иманы нық болатын болса, онда жаңағы қалғанның барлығы оңай болады. Қалғанның барлығын қабылдау оңай болады. Ал егер тамырында, өзегінде ақау болатын болса, оның әсері жемісіне дейін жетеді. Жемісі шіруіне әкеп соғады. Яки болмаса, мынау әртүрлі күмән араласуға келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да ынта жігердің ең әдемі қазақы үні білімге шақырған Ыбырайдың жолдарында тұрғанын ұғынамыз да. Ыбырай атамыз дейді, бір Аллаға сыйынып дейді. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Біз оқы, тек қана оқы деп бастайтын үмбеттен емес бізді. Мәселен, оқы, және оқы деп Ленин айтады. Ал біздің дінімізде иқра бисми раббикаллази халақ. Оқы, барша әлемдерді жаратқан Раббыңның атымен бастап. Яғни бүкіл әлемдерді жаратқан Раббыңның атымен бастап оқы. Яғни біліміңде ең бірінші Раббыңның бар екендігін, бір екендігін шын сенген халде, шын сезінген халде біліміңді арттыра бер деп. Ыбырай атамызда ең бірінші бір Аллаға сыйынып дейді. Сосын кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық дейді. Төртінші пайдасы, Аллаға деген сеніміміз, Аллаға деген жүрегіміздің жай табуы жүрегімізге нық орнығады, нық орнықтырылады. Мәселен, біз сынақтар көбейген заманда өмір сүріп жатырмыз. Қаншадан қанша момын мұсылмандар мына әлеуметтік желілерде жазылған бір ғана комментариймен тайқып кетіп жатады. Бір ғана бір жаман мәселені көріп қалады. Бір дінді ұстанушы адам жайлы, дініне бекем болып жүрген біреу жайлы бір нәрсе айтылса, деп бір жерден жеті қоян тапқандай бір атойлап кетеді.
әйтпесе қателесу мүмкіншілігі бәрінде бар. Ол дінді ұстанған адам болсын, дінді ұстанбайтын адам болсын, басқа болсын, бәрінде бар. Бірақ бір хайф жинайтын болса, өзін бір атын шықпаса жерде жүрді демекші, бір атын шығарғысы келсе, дінге тиісетіндер пайда болды. Сосын жаңағы дінге тиіскендерді көрген кезде күмәніне әртүрлі, жүрегінде әртүрлі күмәндар араласып кетіп жатқан сондай бір қиын замандарда өмір сүріп жатырмыз. Міне осындай замандарда әрбір мұсылман өз-өзін қорғанға алу керек. Сенім тамырын тереңге жіберу керек. Сынақ дауылына төтеп беру үшін әр айналасындағыларды да, айналасындағы өзге мұсылмандардың да сенімдерін нық орнықтыру үшін ол адам әрқашан осы бағытта білімін, біліктілігін арттырып отыру керек. Мысалы, кейде адам болады да, өзінің сеніміне риза, бірақ бауырлары ше оның ағайын туысқандарының сенімі қалай болып жатыр, балаларының сенімі қалай болып жатыр, олардың сенімі орнығуына, жаратушы Алла тағаланы тануына, қазақ айтпақшы, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді, Құдайға деген қорқынышын көкейінде орнатуына, Құдайға деген махаббатын орнатуына жұмыс істей алатындай білім, білігі бар ма? Үй ішің, жақындарың, қоршаған ортаңа қалай пайда тигізе аласың? Біз ой сана жайлы сұрапыл әртүрлі жаңағы өркениеттердің бүкіл әлем бір кішкентай ауыл сияқты болып қалған ой сана өркениеттерін бір-бірімен тоғысып, бір-бірімен теке тіресіп, күрес жүріп жатқан бір майданда өмір сүріп жатырмыз да. Сондықтан да бұндай дауылдар мұсылмандардың негізіне соғып жатыр. Раббысына күмән туғызуға тырысып жатыр да. Мәселен, қазір көп естиміз. Пәлен деген адам жақсы жүрген еді, бір сеніміне селкеу түсіп қапты. Яки болмаса, пәлен деген адам күмәндана бастапты. Кеше mesela әлеуметтік желіде 20 жылдан бері намаз оқыған едім деп. Неге? Өйткені ол сенімін біліммен, біліктілігін арттырумен нығайтқан жоқ та. Сөйтті де бірінші дауыл болған кезде ұшып кете барды. Енді жерден жеті қоян тапқандай не еді, ешкім оның сұрақтарына мүлде жауап бере алмай қалғандай, бітті міне, мен Алла тағаланың дінінен ешқандай не таппадым, пәлен жыл намаз оқып едім, енді үйттім бүйттім деген секілді адам әңгімелер айтады. Неге? Оның барлығы білімсіздіктің салдарынан болатын дүниелер. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Олар осынау Тауратты басшылыққа алып, діндерінің талаптарын орындауда барынша сабырлық танытқан, әр аяттарымызға қалтықсыз сенген кездерінде араларынан ел жұртты біздің пәрменіміз һәм нұсқауымызбен тура жолға бастайтын көсемдер, жолбасшылар шығарған едік дейді. Енді иманымызды дәлел дәйекпен күшейтудің дәрежесі биіктеген сайын біз Алла тағаланың дінді біз арқылы көркейтетінін, біз арқылы бекем ететіндігін, біз арқылы айналамызға тарататынын түсінуіміз керек. Және біз сол жолбасшылардың қатарында болуға, Алла тағала бізді таңдауына лайықты пенде болатынымызды ұғынуымыз керек. Алдыңнан Алланың бар екені туралы күмәнді сұрақтар келуі мүмкін де кейде. Шын жауап іздеген адамнан да, дініңді кемсітіп, сені ұялтқысы келген адамнан да осындай сұрақтар туындап қалуы мүмкін. Бірақ сен егер мәселен өзің сеніп жүрсің да, бірақ біліміңді шыңдамағасың, бұл жайлы ешқандай білім алып үйренбегенсің, онда не боласың? Тұтығып қаласың, жауап беруге жалтарасың, немесе ашумен, немесе үстірт жауап бере саласың да. Сөйтесінде күмән тудырушы адам сенің осылай тұтығып, қиналып, жалтарып, ашуланып жатқаныңа қуанады ол. Сен арқылы сенің дініңнің үстіне жеңіс жасағандай болады да. Бітті, ислам дінін жеңдім мен деп осындай бір шаттанады. Ал егер екінші жағдайда біліміңді шыңдап, барлығын біліп, қай жақтан дауыл соғуы мүмкін екенін бәрін пайымдап отыратын болсаң, онда сенің жауабың нық болады да. Ол жаңағы қастасқан адамға тоқтау салады. Іздегенге жол ашады, көкірек демейді. Сондықтан да беліңді бекем бол. Сондықтан да осы сабақтар желісіне
мән беріп, иншалла тыңдап шығатын болсаң, пайдасын көретін боласың. Бесінші пайда, мұсылман адам ретінде Алланың бар екеніне қатысты дәлелдерді қайта қараудың пайдасы нығметтің қадірін сезіну екенін ұғынуымыз керек. Мәселен, Алланың бар екеніне сенетін адамсың. Оны жоққа шығарған адамның арасындағы үлкен айырмашылықты білесің. Өзің сенетін адамсың. Өзіңмен жаңағы Алланы жоққа шығарған адамның ортасындағы айырмашылықты білесің. Міне сол кезде Алла тағаланың сені мұсылман ету арқылы қандай үлкен нығметке бөленгенін сен түсінесің да. Неге? Өйткені Алланы жоққа шығарған адам мен Алланы бар деп, бір деп танитын адамның қандай үлкен айырмашылығы бар екенін түсінесің да. Сонда сенің көкірек көзің ашылады. Алла тағала мына аяттарда осы нәрсеге меңзейді. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Соқыр мен көретін адам бірдей болмайды. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. Қараңғы түнектер мен жарық нұр да бірдей емес. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. Көлеңке мен аптап ыстық та тең емес. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. Сондай-ақ тірілер мен өлілер де тең болмайды. Расында Алла ақиқатты қалаған құлына ғана естіртеді. Ал сен қабірлерде жатқандарға еш нәрсе естірте алмайсың дейді. Сен сондай-ақ мына аяттардың да мағынасын тереңірек ұғынатын боласың, білім алсаң. Әлем тұра иләлләзина южадилуна фи аятиллахи анна юсрафун. Алланың аяттары төңірегінде бей-берекет сөз таластырып жүргендерді көрмеймісің? Олардың ақиқаттан қалай алшақтатылып, бездіріліп жатқанын көрдің бе дейді. Яғни сіз білім талап ету арқылы Алланы жоққа шығарудың себеп салдарын көріп түсінесіздер. Оны жоққа шығарған адам қандай терең құзға құлап бара жатқанын білесіздер. Сонда дініңе берік болған сайын берік боласыздар. Аллаға жақындаған сайын жақындай түсесіздер. Әрі Алла тағаланың өзіңізге берген ұлы нығметтерін айқын сезінетін боласыз. Мәселен, Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтады: «Иннама тунқиду урал ислами урватан урватан, ида наша фил ислами ман ла ярифул джахилия». Яғни, егер ислам ортасында жахилиятты, надандық дәуірін білмей өскен буын пайда болатын болса, исламның берік байланыстар біртіндеп, бір байланыстан соң бірі үзіле бастайды дейді. Біздер мәселен ата-бабаларымыздан 12-13 ғасырдан бері ұстанып келе жатқан жолды ұстанып келе жатырмыз да. Біз өзіміз жаңағы білімсіздікке, яки болмаса қандай да бір білімнен алыстыққа біз түскен жоқпыз да. Алла әрқашан иманымыз берік, әлмисақтан бері мұсылманбыз деген қазақтың ұрпағы болып келдік. Сондықтан да біздер қазір қандай да бір жел тұратын болса, мына қолымыздағы нығметтің шынайы бағаламай, оның қадіріне жете бермеуіміз мүмкін. Ал егер оны біліммен, біліктілікпен толықтыратын болсақ, онда осындай әртүрлі сын ескертпелерге, әртүрлі күмәндарға қарсы нық сеніміміз жүрегімізде беки түсетін болады. Енді исламның нығметтердің қадірін сезіну көбіне тәрбие қайдан басталады деген сұраққа тіреледі. Осы тұста Мұхтар Әуезовтің аталы сөзі өте орнықты дерек. Ел боламын десең, бесігіңді түзе дейді. Біз мәселен өзіміз білімді болатын болсақ, біліктілігімізді арттыратын болсақ, онда біздер мына өзіміздің өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа да пайдамызды тигізіп, оларды дұрыс бағыт-бағдармен тәрбиелейтін боламыз. Және алтыншы әрі соңғы біз айтқымыз келіп жатқан осы білімімізді жетілдіруден, Алла тағаланың бар екендігін, бір екендігін одан әрі тереңірек зерттеп білуден пайдасы қадір қайратты тірілту. Алланың бар екенінің белгілерін ой елегінен өткізген сайын адам қадір қайрат сезінеді. Өз-өзімен үйлесім табады. Дінін айқын ұстанып, соған шақырғанда өзіңнің ашық ақиқат үстінде екендігіңді сезінесің. Мәселен, біз көрсетіп жүрген нәрсе, шақырып жүрген нәрсеміз, жақсылыққа үндеуіміз, жамандықтан тиюіміз, бәрі жоғарыда айтылған ақиқаттарға сүйенеді. Оның дұрыстығына бір сәтте күмән келтірмейтін болсақ қана, онда біздер осы істе еш қиналмаймыз.
Мәселен, бір арақ ішіп жатқан адамға, бауырым, мына арақ Алла тағала арам еткен, қойсаңшы енді. Еш дейтін уақытың келді ғой. Ата-анасын сыйламай жатқан адамдар да, бауырым, Алла тағала ата-ананы құрметтеу деген. Алла тағала ата-анаға қызмет етуді өзіне құлшылық етумен қатар атаған деп тұрып, осылай бір не дейді, айтқан кезде сенімді, нық, әрі осы айту арқылы біз сауапқа келіп жатқанымызды түсініп, өзіміз іштей қабылдағаннан кейін оны сыртқа жеткізуіміз де оңай болады. Сондықтан да біздер болмысымызды өзгерте бастаймыз. Өзгелермен білім алсақ, өзгелермен қарым-қатынасымызды өзгерте бастаймыз. Киім үлгімізді, мәселен, әурет жерлерімізді жауып, мінез құлқымызды өзгертеміз. Жұрттың ағымы, жұрт не дейді, жұртпен бірге жүрейік, көпшілік солай деп жатыр деп көпшіліктің сөзіне ерместен, не нәрсені ақиқат деп танитын болсақ, міне сол ақиқатпен жүретін боламыз, ешкімге жалтақтамайтын боламыз. Керісінше біз өзгелерді тура жолға бастайтын, өзгелерді артымыздан ердіретін сондай бір өзіндік бір тұлға ретінде қалыптастырамыз. Бауырларым, мәселен, мен өзім Алланың бар екенін белгілеріне қараған сайын, осы қадір қайратты, осы үйлесімді және адамдардың Раббысына бой ұсынуға шақырғым келетін ынтаны сезінемін. Осы себептердің бәрі үшін Алланың бар екен дәлелдерін талқылайтын бұл бөлімдер тек күмәнданған немесе жоққа шығарған ақиқатты іздеген адамға ғана емес, әрбір мұсылманға қажет екенін ұғынуымыз, түсінуіміз керек. Біздің сонда тамырымыз тереңдейді. Раббымыз Алла тағала жайлы ойымыз жақсарады, жігеріміз күшейеді, иманымыз нық орнығады. Алла тағаланың нығметін тереңнен сезінеміз және қадір қайратымыз артады. Иншалла, Алла тағаланың қалауымен. Келесі бөлімде иншалла біз сіздермен оның бар екеніне жаратылысқа тән айғақтармен түсіндіруге, қарабайыр тілмен өздеріңізге жеткізуге тырысамыз. Енді бір аталық сөз бар екен дана халқымызда: ақылмен ұқ тындырды істі біліммен, жылмен бақыт келсін құтың күніңмен, ақылмен ер жетер білек зейнетке, біліммен біл, ақылмен ұқ еңбектен дейді. Сондықтан да иншалла ақылымызды шыңдап, ойымызды одан ары жетілдіретін боламыз. Алла тағала өзін ақиқат деп таныған ақиқатын нық ұстауымызды нәсіп етсін. Өзі жалған деп біздерге белгілеп берген жалғандарынан алыстауымызды да нәсіп етсін. Уа ахир дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.